Әркім арыстанды аңдардың патшасы деп атайтынын біледі. Бірақ ол қалай хайуандардың патшасы болды? Ол ең үлкен емес. Піл одан әлде қайда үлкен. Арыстан ең жылдам емес, өйткені гепард ең жылдам. Арыстан ең ақылды емес. Шимпанзе, маймыл арыстаннан ақылды. Арыстан ең үлкен емес, ең жылдам да емес, ең ақылды да емес. Ендеше арыстан неге аңдардың патшасы? Мұның бәрі оның менталитетіне байланысты. Арыстан серуендеп пілді көргенде тамақ, ал піл қауіп деп ойлайды. Мұның бәрі менталитетке байланысты. Арыстанды көрсек, ол патша болғандықтан шабуыл жасайды. Ал көбі өздерін қара құйрықтай ұстайды. Ал қара құйрық құрбан, ол үнемі қашып жүреді. Сіз арыстан режимінде болсаңыз, және сіздің отбасыңыз аш болғанда не болады? Отарыңды бағу үшін аңға шығасыз. Бірақ аңшы болу үшін бір ғана олжа жеткіліксіз. Ең бастысы аң аулаудың өзі. Арыстандар аң аулау процесіне қуанады. Олар сыйлықты жақсы көргенде жақсы көреді. Ал кейбіреулеріңіз тек соңғы мақсатты қалайды. Сіз процестің өзі ұнамайды. Зардап шегесіз. Нағыз аңшының мақсаты аң аулау. Арыстандар осы үшін өмір сүреді. Нағыз аңшы болсан, жемінді алғанша аңға түсесің. Мақсатына жеткенше тоқтамайсың, берілмейсің. Сондықтан аң аулау сіздің жолыңыздағы марапаттар. Ал сіз өмір сүріп, сауаптан кейін сауап аласыз. Өйткені сенің өмірің қашу емес, аң аулау. Үнемі қашып жүргенде сіз ешқандай сыйлық ала алмайсыз. Егер сіз мұны істеймін десеңіз, оны жасаңыз. Өйткені бұл сіздің өмірдегі жолыңыз. Сіз арыстаныңызды босатуыңыз керек. Қара құйрық болсан, жолын болмайды. Газель жеңгендерден емес, жеңілгендердің дағдыларын меңгереді. Егер сіз спортшы болсаңыз, арыстан режимін қосыңыз. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, арыстан режимін қосыңыз. Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе, арыстан режимін қосыңыз. Газель режимінде маңызды ештеңе жасамайсыз. Газель режимінде мәнді немесе әсерлі ештеңе болмайды. Бұл режимде сізді тек сәтсіздік күтеді. Сәттілік тек арыстан режимінде, аңға шығып жүгірмеу кезінде келеді. Пікірлерде өз ойларыңызбен бөлісе аласыз. Арнаға жазыл. Рахмет.